көзімізді жұмып, бірнеше рет терең дем аламыз. Өзіңіздің аяғыңыздың, қолдарыңыздың жұмсақ, жылы екенін сезініңіздер. Көзіңізді, ерніңізді сезініп, жай ғана күлімдеңіз. Балалық шағыңызды еске түсіріңіз. Сол кезде сіз еркін болдыңыз. Кіршіксіз таза аппақ бейнеңізді бір күш қорғайды. Және сіз соны сезінгенде бақыттысыз. Сол сезім қазір сізде бар. Сіз ол жайлы сәл уақытқа ғана ұмытып кеткенсіз. Өзіңізді сол күштің сізді құшақтағанын, жылулығын сезініңіз. Сіз өзіңізді ең қауіпсіз, ең жайлы ғаламшарда екеніңізді сезініңіз. Қорықпаңыз. Қайда, кіммен жүрсіз, не істеп жүрсіз? Өйткені сіз қауіпсіз жердесіз. Себебі сізді қорғап тұратын үлкен күш бар. Ол күш тек қорғап қана қоймайды. Ол сізді жақсы көреді. Бұл күш барлық ақсатақ жасушаларға дейін еніп, сізді қоршап, баурап алады. Ол жүрегіңізге барып, жүрегіңізді қуанышқа, бақытқа толтырады. Себебі ол сүйіспеншілік күші деп аталады. Сіз қуанышты, шексіз сүйіспеншілікті сезіндіңіз. Сіз бақыттысыз. Себебі дәл қазір сізде бәрі жақсы. Сізде жақсы көре алатын және жақсы көретін жүрек бар. Сіз ғаламшардағы ең бақытты адамсыз. Өйткені сізде бәрі жақсы. Дәл осы сәтте, дәл осы жерде. Аспанға қараңызшы. Күнде жуған шашып, нұрын төгіп тұр. Оған күлімдеп, жылу беріп тұрған үшін алғыс айтыңыз. Сіз шексіз жаратылыс иесісіз. Осы ғаламшарға қуанып, бақытты болу үшін келдіңіз. Сіз ғаламшардағы ең бақытты адамсыз. Осыны терең сезініп, өзіңізге, ғаламшарға алғысыңызды айтыңыз. Біліңіз, осы сәттен бастап сіздің өміріңіз таңғажайыпқа толы болады. Терең дем алып, өз орныңызға қайта ораламыз. Көзіңізді ашқан кезде сіз нағыз бақытты адамға айналасыз. Аяқ қолдарыңызды қозғалтып, күлімдеңіз.